тақырыбы Шихан Мұртазаның өмірінен шығармашылығы. Саяси қайраткер, қалай еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, журналист, аудармашы Шихан Мұртазаұлы 1938 жылы 27 қыркүйекте Жамбыл облысының Жуалы ауданындағы Талапты ауылында дүниеге келген. Барған жаңашылықтан кейін жаман мектеп интернетке оқуға түседі. Орыс тілін жақсы білмесе де, мектеп бітірісімен Мәскеуге оқуға кетті. Келесі келеде бізде сипарлы ұяшықтар ойыны. Ойынның шарты қазір жұрттар отырыста ғой, әр топқа 5 сұрақтан таңдап, сол сұрақтарға жауап беріп отырады. Әрбір сұраққа бір балдан беріледі. Балдарды кейбір экспертіміз біріншіден қызыл жебе бастайды, қай ұяшықты таңдайсыз? Және өте ойындар бойынша, қойылған сұрақтар бойынша эксперттер өз шешімін айтсын. Біз басталғаннан бастап қазірге дейін барлық балдардың саны бұдан кейін қорытындылы шығарылды. Бізде үшінші орын алған есепбек олағырға. Бізде келесі бізде екінші орынға ие болған Табиға Нұрқабақ. Бірінші орын иеленген Үмітбекұлы Заңғар. Біз бүгінгі тәрбие сағатында Шихан Мұртаза жайлы және ол кісінің өмірбаяны жайлы айтып кеттік, және де біз бүгін Серікбол қызы Данагүлдің ұйымдастыруымен Шихан Мұртазаға 90 жыл толуына байланысты өте қызықты тәрбие сағатын өткіздік. Бұл тәрбие сағаты маған өте қатты ұнады.